Сәлем достар, бүгін біз осындай өте дәмді болып шығатын миксерді қажет етпейтін шоколадный пирог дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттар ұн, жұмыртқа, қант, какао, сұйық май, разрыхитель және де сүт қажет болады. Алдымен осылай сұйық ингредиенттердің барлығын араластырып аламыз. Яғни жұмыртқаның үстіне қантты саламыз, үстінен жылы сүтімізді құямыз және де сұйық майды құйып, жақсылап тұрып венчикпен араластырамыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы қажет. Осылай барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бұл пирог миксерді қажет етпейді. Қант ерігенге дейін осылай жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей араласты. Енді біз құрғақ ингредиенттерді қосатын боламыз. Яғни електен өткізілген ұнға какаоны, разрыхительді салып, жақсылап тұрып лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Енді жаңағы осы сұйық массамызға құрғақ массаны аз-аздан салып отырып араластырамыз. Бірден салып жіберуге болмайды. Сондықтан аз-аздан салып отқан жақсы. Және де ұнды міндетті түрде електен өткізу қажет. Сол кезде пирог көтеріліп, әдемі болып шығады. Мінекей осындай сұйық қамыр шықты. Мен 22 диаметр формаға осылай пирогты құйып, қызып тұрған 170 градус пеште 30-35 минут көлемінде пісіріп алдым. Піскеннен кейін таяқшамен тексеріп қарауға болады. Пирогты алдын ала суытып аламыз. Суыған соң өз қалауынша бетін әрлеуге болады. Мен осындай қою вареный сгущенканы жақтым. Бетіне шоколад құйсаңыз да болады. Кез келген өзіңіз қалауынша әсемдеп шығуға болады. Осылай вареный сгущенка жағып, оның үстіне миндальный слайсты аздап сеуіп шықтым. Бұл пирог өте дәмді болып шығады, әрі тез дайындалады. Миксерді қажет етпейді. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Мінекей, кескен кезде де осындай жұмсақ болып шығады. Үйдегі бар заттармен осындай дәмді шоколадный пирог дайындауға болады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін.